Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге өзгеше жасалынатын сосиска тесто жасайтын боламыз. Үйде жасап көріңіздер, өте әдемі, дәмді, балдарға да ерекше булочка болады. Жасап көріңіздер. Ыдысымызға 100 мл сүтімізді құямыз, жылы сүт. Суымызды құямыз, бұл да жылы 100 мл. Қантымыз саламыз, бір ас қасық, тұзымыз саламыз, татымына қарай. Ашытқы саламыз, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. 60 мг сары майымызды қосамыз, тағы да араластыратын боламыз. Енді үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, 1 сағатқа ашытатын боламыз. Арадан 1 сағат уақытымыз өтті, қамырымыз ашып шықты. Қамырымызды пышақпен 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Ал қамырымыздың барлығын домалақтатып, бір ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз. Біреу-біреуден алып, жаятын боламыз. Ал қамырымыз жайып болды. Дәл видеодағыдай етіп жайып аласыздар. Мына сосискамызды алып, осылай етіп орап шығамыз. Ең соңында ашылып кетпеу үшін жақсылап жауып шығамыз. Енді пышақпен дәл осылай бөліп шығатын боламыз. Кесіп шығамыз. Ал енді кесілген қамырымызды дәл видеодағыдай етіп, айландырып, гүл сияқты формаға келтіреміз.
Булочкаларымызды листімізге теріп, барлығының үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді үстіне мак сеуіп шықтым. Қаласаңыздар ақ сидана, мак қалаларыңыз бойынша сеппесеңіздер де болады. Мен мак сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған пешімізге 250 градусқа 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Сосиска тестамыз, булочкамыз дайын, пісіп шықты. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Ұнаса комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.